Ассаляму-алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте жұмсақ, өте дәмді нан пісіреміз. Ұнға тұз, қант және құрғақ ашытқы қосып араластырамыз. Жылы суымызды құйып, қамырымызды жақсылап илейміз. Қолға жабысатын қамыр шығады. Одан кейін сұйық майымызды қосып, су қосқан кезде сұйық майды да қоссаңыздар болады. Қамырымыздың иі қанғанша илейміз. Үстелдің үстіне қойып алып болса илесеңіздер болады. Қамыр өзін жақсылап тұрып, мыжғылағанды жақсы көреді. Ұзақ осылай илесеңіздер де иін қандырыңыздар міндетті түрде, сонда тез ашиды, жақсы қамыр шығады. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, үстінен матамен орап, 45 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымызды үстелдің үстіне қойып жаямыз. Ол үшін бізге міндетті түрде ұн керек. Ұн себіңіздер, әйтпесе жабысады. Сосын осылай видеодағындай жайып, орама қылып орап, оны тағы да видеодағындай ораймыз. Сосын үстінен ұн сеуіп, тағы да жаямыз. Ұнның көмегімен тағы да жаямыз. Енді нанның формасын келтіреміз. Мен батон формасын келтірдім. Тағы да орап, қосылған жерлерін жақсылап бітеп жабыстырдым. Әйтпесе ашылып кетеді. Пергамент қағазына қойып, бетін целлофанмен және майлықпен жауып, 20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көлемі жағынан тағы да ұлғайды. Егер де расстойка деп аталады, расстойкада дұрыс көбірек уақыт тұрмаса, қамырымыз көтерілмесе, онда іші тығыз болып шығады. Бетіне сүт жағамыз, одан кейін ұн себеміз. Ұн сепкеннен кейін жақсылап, осылай сипалап, жағып жіберіңіздер. Лезвиямен немесе өткір пышақпен видеодағындай тілеміз. Пешке салып, 170 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Нанымыз суығаннан кейін кесіп жей беріңіздер. Өте дәмді. Маймен жесеңіздер тіптен керемет болады. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.